триличи деп аталатын түріктердің сүтті шарбатпен ерекшеленетін ең дәмді десерттерін дайындайтын боламыз. Ең алдымен бізге жұмыртқа керек. Жұмыртқаны ағынан сарысын ажыратып алып, ағын қантпен бірге миксердің ең жоғарғы жылдамдығында өзінің формасын ұстағанша көпіртеміз. Міне біздің белогымыз өзінің формасын ұстайтындай, силиконды күрекшемен тексерген кезде құламайтындай болып дайын болды. Енді осының үстіне жұмыртқаның сарысын салып, жақсылап араластырамыз. Жұмыртқаның ағы мен сарысын біріктіріп алғаннан кейін қопсытқышты саламыз. Ваниль немесе ванильный сахарды салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Ендігі кезекте 12 ас қасық ұнды саламыз. Мен електен өткізіп саламын. Және де бисквиттің ортасы түсіп кетпес үшін сағаттың тілімен, яғни оңнан солға қарай араластыру керек. Мінекей қамыр осындай консистенцияда болу керек. Ендігі кезекте қамырды формаға салып, бетін тегістеп жайып шығамыз. Алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста 20-30 минуттай пісіреміз. Сүтті шарбат дайындаймыз. Ол үшін бізге 1 литр жылы сүт керек болады. Қайнатпаймыз, жай ғана ысытып аламыз. Ал енді екінші ыдыстағы сүтімізге сливкиді құйып, содан кейін оны жылытылған сүтке құйып араластырамыз. Менде бисквит осындай болып 20 минутта пісіп шықты. Енді оны темір решетканың үстіне қойып суытамыз. Суыған бисквитті қайтадан сол формаға кері аударып салып, осылай пышақпенен тесіп шығамыз. Себебі біздің жаңағы дайындаған сүтті шарбатымыз бисквитке толығымен сіңу керек. Осылай видеодағыдай қорықпай сүтті шарбатты бисквитке құйып шығыңыз, ол өзіне сіңіріп алады. Енді десерттің бетіне карамель құямыз. Негізі өздерінің оригинал рецептілерінде олар осындай карамельді соусты пайдаланады. Бұны дейтін карамельді соус деп іздесеңіздер болады. Бұны Пакнар кондитерлік дүкендер желісінде сатады. Жақсылап араластырылған желені бисквиттің үстіне тегістей тұра жағып шығамыз. Бетіне әдемілеп бір тегіз узор салу үшін сливкиді жай ғана көпіртіп алдым. Оны кондитерлік мешокқа салып, кейіннен ағаш таяқшаның көмегіменен осындай узор салып шығасыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, рецепт бойынша жасасаңыздар, сіздерге ұнайтыны сөзсіз. Астарыңыз дәмді болсын.